сабыр сақта, чил бауыр 112 не деп жатыр барма шауын көзді ашып жұмдым келіп қалды сәуір жағдай жаман емес жағдай тәп-тәуір. Барлықтарыңызға сәлем. 41-ші үйдің кезекті шығарылымы 8 наурызға арналады. Бірақ барлықтарыңызды осы мейраммен құттықтамас бұрын бірінші біз кім екенімізді сіздерге айтып алайық. Себебі біздің жобамыздың мақсаты тікелей осы күнмен байланысты. Бүгін сіздермен бірге 41-ші үйді жасап жатқан, осы үйдің, осы жобаның дамуы үшін, қазақ қоғамының дамуы үшін жұмыс жасап жатқан қыздар Айгерім, Айдана және мен Жұлдыз. Сонымен қыздар, неліктен біздің жоба жалпы 41-ші үй деп аталады? Неге біз осындай ат таңдадық? Кім ұсынды? Жалпы қазақ қоғамында қыздарға кіріп үйден тыйып, олардың іс-әрекеттерін, ойларын шектейді. Біз 41-ші үй болып, қыздардың қоғамның толыққанды мүшесі екенін білдіргіміз келеді, үйреткіміз келеді. Сол мақсатта осындай атау таңдап алдық. Және ақырындап кірпішін қалап келе жатырмыз. Ол кірпіштері алдыңғы үшінші шығарылым, соны қарауға кеңес береміз. Қыздар өмірге тек ыдыс жуып, бала туып, оны бағу үшін ғана келген жоқ. Олар қоғамның өзге мүшелері сияқты жұмыс істей алады, білім ала алады, ұрпақ тәрбиелеумен қатар саяси құқықтары да бар. Сол нәрсені үйреткіміз келеді. Және әйел балаларын, әйел адамды зорлық-зомбылықтан, тек әйелді ғана емес, балаларды да зорлық-зомбылықтан, оларға қауіп төндіруі мүмкін кез келген фактордан қорғануды, және ер адамдар да қорғаса екен, оларға қауіп төндіретін адам емес, қорғайтын адамға айналса екен деген мақсатпен жұмыс істеп жатырмыз. Бағанағы сенің историяңа байланысты, сестренкаңа, бірінші выпускты түсіргеннен кейін менің де сіңілім бар, 9-шы сыныпта, ол, конечно, үлкен. Шоғыла, привет, десеңді. Соған айттым, түсірдік, шықты, мә алдында, мә көр деп айтқам. Содан кейін сыныптастарына көрсететін, көрсетпеген сияқты, өйткені просмотр жоқ. Соны көргеннен кейін келіп тұр маған, чё сондай бар ма? Біздің ұлдар, біз үшін ауырып тұрсақ сразу сұрап, уайымдап, магазинге барып керек па деп сұрайды деп айтып жатыр да ұлдары. Біздің ұлдарда, мысалы, мен мектепте оқығанда, менің ұлдарым олай сұрап, в смысле, ұлдары мазақтамайтын да, бірақ көмектесу туралы да ештеңе айтпайтын. Жабық тақырып болатын. Жабығырақ болатын. А оларда прям уже олар енді жасырақ қой. Оларда уже көмектесу, алып келу, магазинға барып келейік па, әкеліп берейік па деп сұрау, сондай уже нормальный екен ұлдары, солай сұрап, көмектеседі екен, соған мен таңғалып қалдым. И именно олардың сыныбында ғана солай ма, әлде уже барлық жастардың санасы, в принципе, дұрысынан өзгеріп келе жатыр ма? Егер де шынымен барлығында солай болса, өте қуанышты жағдай болатын еді, деп ойлаймын. Егер қоғам өзгеріп жатса, немесе осылай бір, енді ақырындап сана сезім келе жатыр да, осы біздің жасап жатқан жоба, арнайы ол не үшін керек қазақтың қоғамына? Бізде, мысалға, егер де ортаға алатын болсақ, қыздарға білім алуға рұқсат берілген. Алдында біз феминизм туралы айтқандай дауыс беруге рұқсат берілген, либералды көзқарастар да айтылып жатады, тағы басқа. Егер де кішкентай класс сыныптарда, мектептерде ұлдар шынымен де дүкенге барып келе алатын болса, қазір несімен актуалды біз жасап жатқан зат? Өйткені әлі күнге дейін бізде қоғамда сол 40 үйден тыйымның нарративтері әлі бар қоғамда, біріншіден. Екіншіден, әлі күнге дейін қоғамда тұрмыстық зорлық-зомбылық бар. Әлі күнге дейін қоғамда қазір азайып келе жатса да алып қашу дәстүрі сақталған. Әлі күнге дейін қоғамда бағанағы Айгерім айтқандай әйел ыдыс жууға, плитаның жанында тұрып баласын бағуға ғана арналған деп есептейтін адамдар әлі күнге дейін бар. Сондықтан да пока ондай түсінік және сол түсінікпен өмір сүретін адамдар бар болған уақытта біздің жасап жатқан жазатымыз да өзінің өзектілігін жоғалтпайды деп ойлаймын. Жалпы адам мен адам арасында қатынас болғандықтан онда конфликт всегда болады. Зорлық-зомбылық та бола береді. Бірақ оның белгілі бір деңгейге дейін төмендету үшін күрес керек.
жалпы өзі әйел құқығын қорғау деген тақырыптың пайда болғанына да көп болған жоқ қой. 200 жылдан кішкене ғана асты, иә. Яғни біздің әлі көтеретін мәселелеріміз де, күресетін проблемалар да әлі алда, сондықтан біздің канал, біздің бастамамыз өзінің өзектілігін жоғалтпайды деп ойлаймын. Иә, және де әділеттілік үшін айту керек сияқты, біз қыздардың ғана құқығын емес, мысалы Әйгерім өте белсенді түрде өзінің инстаграмда балалардың құқығы туралы, балаларға қатысты зорлық-зомбылық туралы жазады, және де патриархалды қоғамнан ер адамдар да зардап шегетін болғандықтан олардың да құқықтарына байланысты, оларға қатысты болатын өзекті мәселелерге байланысты жобаны жасаймыз. Осыдан қызық сұрақ туындайды, неліктен сендер осындай ойға, құқықты қорғау керек, барлығы адекватты өмір сүру керек, барлығының құқықтары тең болу керек деген көзқарасқа қалай келдіңдер? Сендерді кішкентай кездерінен солай тәрбиеледі ма? Жоқ, керісінше кішкентай кезден дұрыс емес кейс көргендіктен мен осындай боламын деп шештіңдер ме? Неге ол мәселелер сендерді мазалайды? Мен тең құқықты ортада өстім. Және өзгелі бір жабыр көріп жүрген адамдарды көрген кезде соларға жаным ашып, қолымнан келгенше көмек көрсету өзімнің адамдық парызым деп есептеймін. Сондықтан енді қазіргі жағдайда финанстық тұрғыдан көмек көрсетпесем де, идеологиялық тұрғыдан бір қолдау білдірейін деген мақсатта жобаға қуана атсалыстым. Біріншіден, екіншіден табиғатым сондай шығар, мен 2-ші класста балалар төбелескен кезде слабый баланы ұрған мықтырақ баланы ұрып сылғышпен ұратын. Содан бері менен ұлдар қорқатын. Соны ойлаймын, наверное, мен табиғатым сондай шығар. Соң ортамда солай әсер. Менде де сондай тең құқықты ортада өскені әсер еткен сияқты, себебі өзімнің апамды өте қатты сүйген, солай қолында, алақанында ұстаған дейді ғой, буквально алақанында ұстап, өмір бойы әлі күнге дейін қатты уважать етеді, қатты сыйлап, барлық жағдайын жасауға тырысады, ешқашан бір артық сөз айтпайды, екеуі әлі күнге дейін шутить етіп бір-бірімен, бір-бірін әлі еркелетіп отырады. Дәл сол сияқты, сол ортада өскеннен кейін шығар, мүмкін папам да мамама ешқашан кемсіту сөзін айтпапты, ешқашан сен тамақ істеу керексің, сен бала бағу керексің, мынау сенің міндетің деп айтқан емес. Папаға ешқашан қиын болмады, барып өзі ыдыс жуа салады. Мама жұмыстан кешігіп жатса, әлі шаршап жатсам, папа бізге өзі тамақ істеп береді. Папа үйде өзі полный генеральный уборканы да жасай алады. Оған вообще қиын емес, және ол нәрсені ешқашан маманың міндеті деп есептемеген. Сондықтан да сол нәрсені көргеннен кейін өсе келе уже мектепте маған бір досым бар болатын, сол айтатын, әйел еркектің қабырғасынан жасалған, әйел мойын болса еркек бас, мойында ми жоқ, сондай нәрселерді айтып, ол маған всегда айтатын, әйел мойында ми жоқ. Міндетті түрде еркектен бір саты төмен деп айтатын. И соны көргенде, сонымен спорить ету барысында мен қатты ойланатын, неге ол олай есептейді, неге ол солай кемсітеді деген сияқты. Өйткені соны қатты ойлана бастадым да, уже одан кейін студенттік өмірге аяқ басқанда уже дебатқа келдім, и дебатта тоже как раз таки осындай кемсітушілік мәселелері, теңсіздік мәселелері, дискриминация өте көп көтерілетін тақырыптар болғаннан кейін уже кішкене тереңірек біле бастадым ол мәселелерді, жалпы ойландырып жүрсе де. Мен мектеп кезінде, басқа кезде зорлық-зомбылық адамдар көріп жатса, бір жерге хабарласу керек деп, немесе әділеттілік деп хабарласу керек деп ойламайтын, бірақ қандай әділетті болу керек, адамдар төбелеспеу керек деп ойлайтын. Біздің үйде де мама әрқашан жұмыс жасайды, папа тамақ пісіре алады, ешқандай оны кемсіту ретінде көрмейді. Маған жаңағыдай түрткі болған зат, осындайды жасау керек, осылай жасау керек деген, ол сондай кішкентай ауылдарда, аймақтарда тұратын адамдарға қазақ тілінде дұрыс ақпарат беру, кішкене адамды дамытпайтын бағдарламалардан бастарын бері қарай бұру, яғни сіңілім көбірек түрткі болған сияқты осындай жасауға. Және Айданамен бірге тоже дебатқа қатысып жүрген кезде әртүрлі информация аласың, түрлі көзқарастарды байқайсың, содан осылай жоба жасағым келді. Ол сіңілілері тоже өте актуалды, өйткені менің де 3 сіңілім бар, и ойлайсың, олар біз отбасында бізге норма, теңдік норма болып қалыптасып қалғаннан кейін бізге басқа нәрсені көру, бізге ол өте басқа дөрекі нәрсе болып көрінеді. Сонымен әрі қарай да өмірде ондай нәрсемен кездеспесе екен деп ойлайсың. Сол
күшті сіңірілді. Біздің каналдың мақсатына тағы бір қосатыным, біз әйел адамды бір лестницаның жоғарғы жағында, ер адам төменгі жағында. Біз екеуі тең, екеуі бір-бірін құрметтейді. Бала да сондай нәрсені көріп өсу керек. Сәйкесінше ол сондай үлкен ересек адам болып қалыптасады деген мақсатта біздің жобамызды жүзеге асырып жатырмыз. Менің ойымша біздің жобамен біз тек қана сол әйелге байланысты гендерлік теңсіздіктермен күресу мақсатында емес, жалпы кез келген кемсітушілік, кез келген дискриминациямен күресу мақсатында жасап жатқан сияқтымыз. Мен солай ойлаймын. Қабір сақта, чил бауыр 112 не деп жатыр барма шауын. Алдында мен инстаграмға, біздің 41-ші үй деген инстаграм бар, соған жазылыңыздар. Сол жерде бізге қандай сұрақтарыңыз бар деген кезде сіздердің командаларыңыздағы адамдардың мамандығы қандай деп сұрады. Мүмкін әлеуметтік жаққа жақын шығар деп ойлаған болуы мүмкін, иә. Сендер өздерің мамандықтарыңды қай жерде оқу бітіргенде кішкене өзіміз жайлы ақпарат бермесек, ато инстаграмда адамдар көрсе, бізді мүлде танымайтын, жай ғана ютубтан келген немесе жай біреуден көрген адамдар, мыналар кімдер, не өздерінше болып ақылды әңгіме айтып жүр деп ойлайтын сияқты. Сондықтан бізбен танысқыларың келсе, бірінші емес, 4-ші выпусты біріншіде таныспайсыңдар. Ойымызға енді келіп жатыр, кешірім сұраймыз. Сондықтан қандай мамандық бітірдіңдер, қайда бітірдіңдер, не істеп жүрсіңдер? Просто бізде пробный болған оған дейін. Мен Алматыда КАЗГУ бітірдім, заң факультетін. Содан кейін Ресейде оқыдым магистратураны, халықаралық құқық, тоже құқықпен байланысты. Қазіргі таңда Еуразия ұлттық университетінде докторантурада оқимын, саясаттанушымын. Қазіргі зерттеп жатқан тақырыбым саяси қатысу, политическое участие, то есть за равные права женщин, за участие в политике деп. Яғни бұл тақырыптар жалпы адамдардың құқықтарын қорғау тақырыбы маған жат емес. Уже 10 жылдай болып қалды, сол тақырыппен қызығып айналысып жүрген. Әйгерім 3-ші шығарылымда, зорлық-зомбылық туралы шығарылымда сіздерге қайда хабарласу керек, қандай заңда қандай жәбір көрушіге, жәбір көрсетушіге қандай шаралар қолданылатын туралы ақпарат береді. Тағы да мен отсылкалар бізде просмотр аз, сондықтан да барлық отсылкалар беріп жатыр. Заңның қандай слабый екен. Иә, қандай слабый екен. Әйгерімнің опытын естігеннен кейін өзімдікін айтқым келді. Мен ондай білімім жоқ. Мен қаржы мамандығын бітірдім. ЕНУ-да бакалавр деңгейін ғана. Әзірше әрі қарай оқу ойда бар, бірақ әзірше нақты білмеймін, кім болғым келеді, әрі қарай мен не істегім келеді. Сондықтан да пока что өзімді іздеу үстіндемін. Мен де мүлде әлеуметтік салаға жақын емес екенмін. Бакалаврды да, магистратураны да Еуразия ұлттық университетінде бітірдім. Мүлде химия мамандығы бойынша, химик технолог, химик мұғалім болып. Бірақ 3-4 жыл өзімнің жұмыс саласында, 3-4 жыл бойы әлеуметтік жобаларды іске асырумен айналысып жұмыс істедім. Бірақ бұл жобаға қатысы жоқ сияқты, просто информация. 8 наурыз мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Барлық адамдарды осы жобаны көретін, жалпы барлығын 8 наурызбен құттықтаймыз. 8 наурыз мейрамы халықаралық әйелдер күні, аналардың мейрамы деп айтады, қыздардың мейрамы деп. Открытка берген кезде будь нежный, әйел бақытын көруді тілеймін, басқа деп. Шынымен де 8 наурыз пайда болғалы бері ол әйелдерге сондай бір гендерлік установкалармен пайда болған мейрам ба, жоқ, оның мағынасы неде, тарих қалай қалыптастырған? 8 март наурыздың ең бастапқы мақсаттары жалпы тарихи сәтте не болды, тарихи хронология бойынша қарайтын болсақ, және де қазір ол интерпретациясы қалай өзгерді, ол мүлде екі бөлек нәрсе. Өйткені ең басында егерде тарихына қарайтын болсақ, ол 8 наурыз емес, бірақ сол кезде ол жалпы осы гендерлік теңсіздіктермен күресу, әйелдің құқықтарын теңестіру, олардың мысалы жұмыс күшіне байланысты олардың жұмыс істеу уақытын азайту мақсатында құрылған, яғни барлық әділетсіздіктермен, теңсіздіктермен күресу мақсатында құрылған болатын болса, қазіргі таңда уже Совет одағынан бері
Ой, совет одағынан емес, социалистік, коммунистік стройдан бері оның интерпретациясы кішкене осы праздник весны, там көктем мейрамы, әдемілік мейрамы, нежность нәзіктік мейрамы деген сияқты мағынада интерпретациясы кішкене қатты өзгеріп кеткен. Иә, мен де келісемін. Жалпы бастапқыдағы ойы мақсаты басқа болған. Кейін қазір бізде 8-ші мейрам ол қыз келіншектерге сыйлық беру мейрамына айналды. Комплимент. Иә. Жалпы бұл күннің мақсаты не? Ол күннің мақсаты біздің бүгінгі іс-әрекетімізді жасауымызға мүмкіндік тудырған әйел адамдардың қозғалысын есімізде сақтау үшін. День солидарности, иә? Оны өзгелерге жеткізу үшін. Біздің бүгінгі өміріміз осылай бола салған жоқ. Ол үшін определенный бір жертвалар бар, определенный бір адамдар отбасынан айырылды, біреу жұмысынан айырылды. Яғни өзін жертваға келтірген адамдардың қанша жылғы еңбегінің нәтижесі. Сондықтан бұл күн бар және бүгінгі біздің құқықтарымыз да бар дегенді еске салуға бағытталған мейрам былай алып қарағанда. Ең бірінші, Нью-Йоркте 15 мың әйел көшеге шығады. Себебі олардың жалақылары төмен, ер адамдарға қарағанда, және күн жұмыс уақыты өте ұзақ, біріншіден. 16. Екіншіден, сменный жұмыс болды, жағдай қиын болды, отбасын асырау қиын болды, сондықтан балалар да жұмыс істеді. Кішкентай 14 жастағы балалар күніне 12 сағат жұмыс істейді ойлап қарасақ, иә. Әйел адамдар өздерін және өздерінің балаларын қорғау мақсатында көшеге шығып, сондай мәселені көтерді. Одан кейін сол 1910 жылы Клара Цеткин ол, получается, Нью-Йорктегі жағдай біраз жыл бұрын болады, бірақ одан соң 1910 жылы Клара Цеткин деген сол кездегі белсенді әйел осы күнді әйелдер, халықаралық әйелдер күні ретінде, осы теңсіздікпен күрес күні ретінде белгілеп қоюды ұсынған болатын. Мен қуанамын, қазір көп қыздардан, либо мен сондай адамдарға подписанмын, көп қыздардан 8 наурызда 8 наурыз халықаралық әйелдер күні, аналар мейрамы құтты болсын деп емес. Олар поздравляем с днем солидарности, борьбы за права женщин деп салады. Көбінде құқықтарымызды қорғаған және осы сіздер жаңа айтып кеткен адамдарды біздің құқықтар үшін сол кезде күрескен адамдардың суреттерін салады, кішкене тарихты жаңартып көрсетеді. Менде 8 наурыз кішкене 2-14 февраль сияқты қабылданады, как будто өйткені екінші партнері, партнер демей қойын, жұбы сыңары өзіне сыйлық алады, вниманиясын білдіреді, махаббатын көрсетеді деген сияқты. Как будто 14 февраля 2-0 болатын сияқты, как будто 8 наурызда. Бұл күнде күннің өткенін байқамай қаламыз ғой. Жұмыста жігіттер бірігіп подарок алады да, сол жаяды да, құттықтайды. Үйде то же самое, еще сол күні қонақ күтіп үлгересің. Иә, өзін жүгіріп дайындалып. Ертең де қайтадан жұмысқа шығасың деген сияқты. Ал бұл күні елдер тойлаймыз деп негізгі мәселені ұмытып кетеді. Негізгі мәселе көтерілмей жатыр. Неге зорлық-зомбылық көбейіп жатыр, әсіресе карантин жағдайында. Немесе твой день 8 марта женщины деп андай сексистские сондай заттар шығарады. Вроде береді, еще уақытым жоқ, посыйлайды. Қонақ күтуден болды. Өмірінде олай емес, бірақ расымен олай. Кейбір адамдар, кейбір семьялар бар ғой, үйлерінде мысалы қонақ күтумен ғана өткізеді. Даже ерінен сыйлық алмайтындар да бар ғой. Біздің мысалы айналамыз сондай болса, вообще внимание да ала алмайтын адамдар бар. Сол күні сол мәселені көтеру керек. Неге біз тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз, и біздің тұрмыс деңгейіміз әртүрлі. Біреу күшті подароктер алады, күшті ресторанда бұл күнді атап өтеді, ал бір үйлер тура солай далада пеш жағып жүр, қар тазалап жүр деген сияқты да кейбір әйелдер. Сол проблема орыстың стендаптарындағы я сегодня не пил, это твой подарок деп андай. Типа утрированно, да. Менде осы 8 мартқа байланысты, бағанағы подарок дегенге байланысты коллегалар обычно кеш келген ұжымда, мектепте болсын, кейін студент болғасын, жұмыста коллегалар, ер адамдар бірігіп, қыздарға 8 мартта стол жаяды, немесе бір жаққа апарады, сыйлық жасайды, иә. И сол нәрсе
нәрсені моментті теңестіру үшін біз 7 майда опять же керісінше жасаймыз да, қыздар жауап қайтарамыз. бірақ та негізінде маған сол нәрсе ұнамайды. Өйткені 7 мамыр негізінде отан қорғаушылар күні ғой, ал отан қорғаушылар это не только еркектер, ер адамдар отан қорғаушы емес, әйелдер де отанын қорғай алады, және де отанын қорғау деген түсініктің өзі қазіргі таңда ол тек қана қолыңа мылтық алып барып соғыста қорғау емес сияқты. Сондықтан да отан қорғаушылар күнін таза еркектер мейрамы деп басымызда қалыптасып жатқандығы, жалпы бүкіл қоғамда солай қалыптасқаны маған өте ұнамайды. Өйткені ол да бір түсінік береді қоғамға, балаларға, егер де балаларға отан қорғаушылар күнде тек қана ұлдарды құттықтап жатқанын көретін болса, онда олар ойлайды, оказывается, біздің отанды тек қана еркектер қолына мылтық алып қана қорғай алады екен, бізде батырлар болмаған екен деген сияқты, мүмкін солай ойлайды. Негізінде, егер де еркектерді құттықтағымыз келсе, басқа международный мужской день бар. Өйткені бар ғой, аналар күні бөлек бар, 8 наурыздан бөлек день матерей бар. Тағы мысалға отан қорғаушылар күнінен бөлек день отцов, тағы басқа мейрамдар өте көп. Жалпы мейрамдардың көп болғаны жақсы ғой. Маған любой еркектер күні де бар. Любой либо сентябрьде, либо ноябрьде точно есімде жоқ. Маған кез келген мейрам ұнайды, адамдарды жақындастырса, жақсылық берсе, бірақ әрқайсысы өзінің мақсатымен, біз бағана айтып жатқан сияқты 8 наурыздың өз мақсаты бар, әрқайсысы өз мақсатымен өзінің негізінде тойлану керек. Сендерге тарихқа қайтып келетін болсақ, көбінде 8 наурыз туралы атаған кезде Клара Цеткинді, тағы басқа шетелдің немесе басқа ұлттың өкілдерін айтып жатамыз. Қазақ қоғамында, Қазақстанда бұрыннан қазақтың құқығы үшін, қыздардың құқығы үшін күрескен кім бар? Бізде ең басында кез келген мамандықтағы открывающий ең алғашқы жазушы әйел, алғашқы журналист әйел, алғашқы тракторист әйел, алғашқы тағы бірдеңе әйел деген сияқты. Кез келген мамандықтағы алғашқы болған әйелдер, менің ойымша, қазақ қоғамдағы олардың өзі первооткрыватели, и сонысымен путьті пробивать еткен адамдар, да, и сондықтан да оларды барлығын сол әйел құқықтарымен неткен белді адамдар деп айтуға болады сияқты. Атап айтатын болсақ, Ақназ Душанова, Назиба Күлжанова деген сияқты кісілер бар. Бірақ одан бөлек, одан ертерек қарайтын болсақ, онда біздің тарихтан өтетін, мысалы, Төле бидің келіні Данагүл бар, өте ақылды болған, оның сөзіне халық тыңдап, халық тоқтайтын болған деген сияқты айтады ғой, сөзін тыңдайтын, сөзі весомый болған деген сияқты. Сондай өзінің беделімен, өзінің ақыллылығымен бүкіл әйелдердің беделін көтерген тұлғалар өте көп. Қара көз бар, сол Данагүл бар, Фатима Ханша бар, одан да бөлек, одан ертерек алып қарайтын болсақ, Томирис бар, және Томиристің тұсындағы басқа да мықты әйелдер, батыр әйелдер болған. Тіпті Әлия мен Мәншүкті алатын болсақ, Хиуазды алатын болсақ та, батыр апаларымыз, олардың өзі сол мен феминистпін, мен әйелдер құқығы үшін күресемін демесе де, олар өздерінің іс-әрекеттерімен сол қазіргі таңдағы әйелдердің қазіргі бар жағдайының өзіне жағдай жасап кеткен өте ұлы үлкен тұлғалар деп айтуға болатын сияқты. Одан бөлек еркек адамдар да бар. Мысалы, Ғабит Мүсірепов, ұлпанды жазды, Ботагөз шығармалары бар. Сол өздерінің шығармалары арқылы сол әйелдердің қоғамдағы теңсіз тұстарын, әйелдерге тарапына болатын әділетсіздіктерді көрсеткен өте көп жазушылар мен ақындар бар. Мысалы, Балқадишаны жазған болса да, немесе сол ұлпанды жазған Ғабит Мүсірепов болса да, сол сияқты мен айтқым келген нәрсе, жалпы қазақ қоғамында көп адамдар мен феминистпін деп айтпаған да, олар просто өзі істерімен кішкене көрсеткен. Ол біздің екінші шығарылымға ссылка деп, екінші шығарылымда біз айтқанда әр адам ондай, мен феминистпін демесе де іс әрекетімен құқықтарын таптамау керек екен, құқықтарын тең екенін көрсетіледі. Тағы да бір айта кететіні, ол бағанағы ақын жазушыларды айттық қой, жалпы ол алаш қозғалысы әйелдердің қоғамдық өмірге қатысуы мен сайлау құқығының негізін қалаған сол алаш
қозғалысының бағдарламасында көрініс тапқан болатын. Яғни бұл бізге қандай прецедент көрсетіп тұр? Қазақ қоғамында ер адамдар әйелді всегда құрметтеген. Не то что құрметтеген, олардың құқығы үшін күрескен дегенді бізге көрсетіп тұр. Яғни ол қазіргі жігіттерге бірден бір жақсы үлгі. Сабыр сақта, чил бауыр, 112 не деп жатыр, барма шауын. Тағы да бір тұлғаны айта кетуге болады, Алма Оразбаева. Ол Қазақстандағы әйелдер қозғалысының негізін қалаушы және еңбекшілер құқығы декларациясында әмеңгерлік, қызды алып қашу, сондай іс-әрекеттерді жоққа шығару бойынша инициатива көтеріп, соны сол декларацияға енгізген болатын. Яғни әлі күнге дейін ол көрініс тауып жатқан әмеңгерлік те бар, көп болмаса да бар. Алып қашу, ол негізі адам құқығына қарсы ғой. Әмеңгерлікті мысалы традиция, жақсы традиция әрине. Ол өзінен келген қалған баласын, өзінің жақын адамы қарасын, өсірсін деген мағынада істеліп жатқан. Егер бірақ андай жағдайларда кездесіп жатады, әйел адам қарсы болса да оны алады. Сондықтан соған қарсы шыққан тұлға бұрыннан бері бар. И бағанағы День матери Тәжікстанда, мысалы 2009 жылдан бері 8 март ол День матери болып есептеледі. Сонда бала туа алмайтын әйелші. Ол әйел адамға жатпай ма, оның құқығын қорғамау керек па? Ол туғысы келмейді, оның мына жері дайын емес шығар. Ол туып ертең біреуге таста кеткенше немесе далада өлімге қалдырғанша, оның өз уақытында дайын болған кезде туғаны дұрысырақ, немесе оның денсаулығы дұрыс келмеуі мүмкін, бірақ ол бала туа алмайды. Сондықтан оның баласы жоқ, сонда ол әйел адамға жатпайды деген сияқты. То есть ондай дискриминацияның түрлері біздің өзіміздің көршілес елдерде көрініс тауып жатыр. Бізде де мысалы 8 мартты негізі официально ресми түрде аналар күні демесе де көбінесе солай қабылданады ғой, тоже аналар мерекесі құтты болсын деп солай құттықтап жататындар болады. Бір келесі сұрақ туындап отыр. Алдында бір жобаны көрдім, суреттерді көрсетеді адамдардың ютубта, и танымай жатады, Қонаевты танымай жатады, там Алаш қозғалысын Алихан Бөкейхановты танымай жатады. Неліктен осы біздің тарихта жазылмаған ба, жоқ әлде адамдар шынымен де өтірік оқи ма мектепте, қыздардың құқығы үшін күрескен адамдарды, мысалы Айгерім айтып берген сияқты Алаш қозғалысы қыздардың құқығын көтерген дегенде, немесе сен айтқан барлық бағанағы қазақ әйелдерін неліктен білмейді біздің балалар және неге оны оқытпайды? Оқытпайды деген дұрыс емес. Өйткені тарихта болсын, алашордашыларды өткенде, оларды тек қана қазақ қоғамдағы қыздардың құқығы үшін күрескенде көрсетпейді, бірақ та олардың жасаған еңбектерін көрсеткенде міндетті түрде аталып өтеді. Қазақтың әйелдермен құқығын теңестірген, әйелдерге мектеп ашқан, әйелдерге дауыс беру құқығы болған, бізде сол кезде бастап қателеспесем Түркістанда қабылданады ол шешім. Ол нәрсенің барлығын біз тарихта өткенде оқимыз, және де тарихты оқыған, шынымен де мектеп программасын дұрыс оқыған адам болса, оларды ол нәрселерді білмеу немесе алашордашылардың түрін танымау деген нәрсе негізінде болмау керек сияқты менің ойымша. Мен айтқан жазушыларға қатысты болса да, біз міндетті түрде оны әдебиеттің қазақ әдебиеті пәнінің міндетті пән болғандықтан оны барлығы өтеміз, және де оның да бағдарламасында ол нәрселердің барлығы бар, және де білмеймін, маған ғана сондай жақсы мұғалімдер кездесті ме, мүмкін, бірақ та бізге басымызға құйып тұр, вот осы кісілер күрескен, осы кісілер қыз балаларды өзінен 40 жас үлкен ерлерге бермеу керек екендігінен, сондай әділетсіздіктің бар екендігін, теңсіздіктің бар екенін осылай шығармалар арқылы жазып қалың халыққа жеткізген деген сияқты нәрселерді бізде әдебиетші мұғалімдеріміз де міндетті түрде айтып отыратын. Сондықтан да программада оның барлығы бар, просто мысалға кейбір мектептерді түсіндірмейді ғой, мынау шығарма, мысалға Ботагөз бір нәрсені өткен кезде оқып келіңдер баға алу үшін деп айтады, бірақ бұл шығарма негізінде сол уақытта болған осы проблеманы көтереді деп түсіндірмейді кейбір мектептерде мұғалімдер. Бірақ сен Ботагөзді оқысаң түсінесің ғой, не туралы? Жоқ, ол адамның табиғатынан байланысты. Біреу гуманитарий ол түсінеді, математик болса ол оқиды да, жаттайды да, мазмұнын айтып. Одан бөлек баға ғана алу үшін бала оқиды да, просто и все. Байланысты ғой қойылған. Мысалы, мен Германияда жүргенде бір Қытай қызды кездестірдім да, ты откуда деп сұрайды, соны айтамын Қазақстаннан десем, ол қай жерде орналасқан дейді. Ол білмейді, себебі олардың мемлекет тарапынан қойылатын талап
Қытай бірінші орында, өздеріне керек мемлекеттерді ғана олар тарихқа енгізеді, географиядан соларды ғана үйретеді, а кім оларға второстепенно оларды үйретпейді. Олар шекаралас мемлекет, иә. Тура сол сияқты біздің мұғалімдерге қойылатын талапқа байланысты. Мұғалімдерге қандай талап қойылады? НТ-дан біздің мектеп көп балл жинау керек. Олимпиададан біздің мектеп көп орын алу керек. Жобалар көп әзірлеу керек. Біз бас жүлде болмаса да бірінші, екінші орын алу керекпіз. Соответственно, бұл не? Адамда сен сұрақ қоясың, ол реакция. Тесті жатайды, ол реакция береді, жауап береді. Сен оны олимпиададан так жылға мындай сұрақтар келеді, сол сұрақтарға дайындайсың, реакция береді. Ал идеологиялық тұрғыдан оның бойында құндылықтар қалыптастыру, тарихты оған бойына сіңіру, что бұл дальше баласына беру деген ондай мұғалімдер өте аз. Біз оларға мұғалімдерді кінәлай алмаймыз. Иә, уақыттары жетпейді. Мұғалімдердің жалақысы осы күнге дейін аз болды. Олар көбісінің балалары бар деген сияқты үйін асырау керек. Сондықтан олардан не талап етеді? Олар уақыттары жеткенше соны беруге тырысады. Ал былай қарасақ уақыттары да аз. Ендеше Рабиға Ташкенбаевна, Мереселхановна, Гаухар Алдабергеновна және менің мамам сіздерге өте үлкен рахмет. Мен неге ол мәселені көтеріп отырмын, себебі менің мамам өзі мұғалім да, жолдасымның мамасы, Зерен әжесі деп. Ол кісі баланың, қазір балалар 10-шы классқа келіп үлкен ғой, мысалы интернеттен кез келген нәрсе. Жоқ, соның өзінде де адами құндылықтар бойына сіңіретін нәрселерді интернеттен іздеп, қазақ мектебінде қазақша болмаса, оны орысшадан қазақшаға аударып, солай тырысады да. И мен қаншама мұғалімді танимын, олар тырыспайды. Бірақ былай қарасаң, сағаттары да бірдей, берілетін класс та бірдей, оқушылар саны да бірдей, 30-40 оқушы деген сияқты. Адамның енді өзінің жауапкершілігіне де байланысты. Ол кісі мысалы Аль-Фарабидің сөздерін оларға құр бере салмай түсіндіруге тырысады. Қазір дистанционкада ғой, үйде бәрін тыңдап жүрем. Ол мұғалімді мысалы сіздің жағдайыңызда да мұғалімдер күшті түсіндіріп, қара көзді оқып келіп қана қоймай, оның мағынасы не үшін оны жазды деген нәрселерді түсіндіреді. Иә, бұл жағдайда сіздің сөзіңіз өте маңызды, өйткені адам жалпы қоғамның қалыптасуында тек қана үйіндегі ата-анасының тәрбиесі емес, оның балалардың қалыптасуында олардың ересек өмірде дұрыс азамат болуына олардың мектептегі мұғалімдері өте үлкен рөл ойнайды да. Сондықтан да мектептегі мұғалімдердің бағана сіз айтқан сияқты алдарына қойған задачаны шешу ғана емес, оларда одан 1000 есе үлкенірек жауапкершілік мойындарында тұр. Осыдан туындайтын бір сұрақ бар. Жаңағыдай Айдана айтып өткен барлық әйелдер қазақ қоғамында өздерінің еңбектерін сіңірген және мен феминистпін демесе де іс-әрекеттерімен үлгі көрсеткен. Оларды қазіргі жастар демей ақ қояйын, кейбір есімдерді бүгін мен өзім бір жерде естимін. Соларды көбірек білу керек пе деген сұрақ дұрыс емес, өйткені білу керек. Білу үшін не істеу керек? Интернетті ашты оқи бер? Жоқ, әрбір адамға интернетті ашты оқи бер дегенде вряд ли қазақ қоғамына әсер еткен феминизм үшін күрескен деп іздейді адам, иә? Қалай сіңіру керек? Білгісі келетін адамдар болады да, олар алады да қызыққан нәрсесін барып оқи алады. Бірақ білгісі келмейтін адамдарға сен еще и тарихты түсіндіріп жататын болсаң, мынау былай істеген деп бұл өте қиын. Білгісі келмейтін және де оны қабылдағысы келмейтін адамдарға алдымен бізге нормаларды түсіндіріп алу керек. Қазіргі қоғамда не дұрыс, не дұрыс емес, не істеуге болады, не істеуге болмайды. Қазіргі нормаларды, құндылықтарды, одан кейін олар сол құндылықтар миына кіргенде уже осы құндылықтар бізге мыналардың арқасында келді деп солай түсіндіру керек шығар. Өйткені қазіргі таңда тіпті сол құндылықтарды құндылық деп естемейтін адамдар үшін сол құндылықтарға біреудің арқасында, еңбегінің арқасында жеттік, мынаның арқасында жеттік десек, оларға ол маңызды емес. Тәрбие сағатын дұрыс өткізу керек мектептерде. Гүлге су құймай, иә? Мысалы 7 майға, 9 майға біз қалай дайындаламыз? Әр оқушы барады, өзіне герой таңдайды, сол бойынша қойылым қояды, ребус дайындайды деген сияқты мектепте, иә. То есть бұл 8 наурыздың қарсаңында өтетін, вторник сайын өтетін тәрбие сағатына оқушыларға тапсырма берілу керек. Қазақстан қоғамында екі тұлғаны аласың. Халықаралық деңгейде және Қазақстан қоғамында 8 марттың қалыптасуы үшін, әйелдер құқығының қорғалуы үшін кім өз әсерін тигізді? Екі тұлға бойынша дайындалып кел. Содан кейін әркім бір-бірлеріне түсіндіресіңдер и солай танысамыз деген сияқты да. Ол енді оқушылардың классына, деңгейіне байланысты ғой. Шарик өрлеп
қыздарға арналған әндер айтып подарок беру емес. Бізде мысалы сол бағана Мира Есілхановна дедім, орыс әдебиетінен бергенде, ол кісі міндетті түрде орыс әдебиетіндегі әйел тұлғалармен, Мария Цветаева, Ахметова деген сияқты міндетті түрде танысу, олардың сол образын жасау, характеризациясын жасау сияқты нәрселерді жасатқызатын, бірақ опять-таки ол сондай жауапкершілікпен қарайтын мұғалімдер өздері жасауы мүмкін, өз беттерімен өздерінше, бірақ та пока мемлекет тарапынан сондай идеологиялық тапсырма тұрмағанша барлық мұғалімдер сіз айтқан нәрсені жасауы ол екіталай сияқты, сондықтан ол уже мемлекеттік деңгейде программаға енгізу керек. Ол диссертация жазған сияқты ғой, мысалы бірінші әдебиеттер тізімін жасайсың, бұл тақырыпты кім зерттеді? Давайте 8 мартты тойламай тұрып, бұл мейрамды кім қалыптастырды? Қайдан шықты? 7 майды тойламай тұрып, 7 майға кім жеткізді бізге? Или балалар күнін қорғамай тұрып, неге біз балаларды қорғаймыз? Ол мәселені кім көтерді? 16-17 желтоқсан. Біз неге ол күні андай қойылымдар қоямыз, жарайды, сен шықтың, қайратты ойнадың, ләззатты ойнадың. Бірақ олар кімдер? Олар неге көшеге шықты деген сияқты. Бірінші адамдарды зерттейміз, 45 минут сабақ па, 50 минут сабақ па, 15 минуттың тұлғаны зерттеуге арнаймыз. Қалғандары практикалық жұмыс деген сияқты. Тамаша. Қашан және неліктен 8 наурыз мейрамының мағынасы өзгерді? Қашан адамдар оны қыздардың мейрамы, аналардың мейрамы деп атай бастады? Ол бүкіл әлемде өзгермеген. Біріншіден әлі күнге дейін, мысалы бізде 8 наурыз қазіргі таңда ер адамдар тарапынан внимание көру, комплимент есту және подарок алу мейрамына айналып кететін болса, әлі күнге дейін кейбір мемлекеттерде оны чисто қыздар барып, еркектерсіз өздерінше тойлайтын, өздерінің еркектерден тәуелсіз екендігін, олардың өздерінің жеке тұлға екендігін көрсететін мағынада тойлайтын, солай атап өтетін әлі күнге мемлекеттер бар. Просто бізде ол именно бағанағы интерпретация біздегі ол Совет одағындағы болған кезінде қазіргі СНГ мемлекеттеріне ортақ сияқты, және де олар келіспесем социалистік, коммунистік строй кездерінде қалыптасқан, бірақ та шын мәнісінде ол қалай сол бағытта өзгеріп кеткендігін, если честно, онша білмейді екен. Ол адамның табиғаты шығар. Адамның жағдайы кішкене жақсарса, ол проблеманы ары қарай шешу керек, онымен жұмыс істеу керек екенін ұмытып кетеді. Біздің қоғамда мысалы қазір әйелдердің кішкене құқығы жүзеге асырылып бастады ғой, и соответственно біз жарайды енді әйтеуір жасалып жатыр ғой, мәжілісте қыздарымыз бар, мәслихатқа қыздар енді білім алу құқығын пайдаланып білім алып жатырмыз деген сияқты да. И ары қарай бұл проблеманың ары қарай күресу керек, бұл проблема жалпы бар екенін біз көтермей жатамыз. Кішкене келіспеймін бұл нәрсемен, өйткені біздің қоғамда ол изначально күресу деген мағынамен келген нәрсе емес бізге. Ол просто мейрам ретінде келген нәрсе, және де ол күресу, сол әйелдер құқығына, теңсіздіктеріне күресу, бағанағы жұмыс уақытын азайту деген нәрсе күресу именно Европадан басталғанда, ал бізге ол күресу деген мағынада келген нәрсе емес изначально. Сондықтан да күресіп алып, одан кейін ұмытып кетті деп айтамын. Бірақ СССР кезінде мысалы осы әйелдердің көтерілуі ақпан революциясына алып келген. Әйелдердің көтерілуі, сол әйелдерді басқылар келді, бірақ баса алмады, ол ақпан революциясына ұласты да, ары қарай басқа да проблемалар көтерілді. Просто біздің Азия елдерінің мемлекеттерінде жалпы күресу мағынасы ол сырттағы жаумен күресу деген түсінік қана қалыптасқан ғой. Біз көшпелі халықпыз, біз өзіміздің ұжымымызды сырттағы жаудан қорғау керекпіз деген. Ішімізде болып жатса, айтпаңдар, ұят болады. Ана хандықтан ұят болады, олар біздің проблемамызды білсе, бізді ішімізден іріткі салады да бізді басып алады деген сияқты. Сол дәуірден қалыптасқан нәрсе ғой. Даже үйдегі конфликтті сыртқа шығармау, қоғамда болып жатқан нәрсені ашық айтпау, ол совет үкіметінен бөлек өзіміздің ішімізде қалыптасқан нәрсе. Сабыр сақта, чил бауыр, 112 не деп жатыр барма шауын. Жалпы Қазақстанда ғана емес, көп әлемде 8 наурыздың мағынасы өзгерген кез ол капитализмнің басталуымен деп айтады. Өйткені адамдар отырады, ойлайды, как я могу заработать, да? Так, мынандай мейрам бар, қыздарға сыйлық беретін, көбінде сыйлықты алу жақсы көрсету керек, да, сондай сөйтіп сыйлық берейік, көбірек продавать етейік, олар қыздарға не беру керек, гүл, там не әртүрлі алтын, күміс тағы бір нәрсе сол үшін пайда болған деп. Мысалға ана мысал ретінде
қоғамда жалпы қазақтарда ғана емес на колено тұрып, бір аяққа тұрып, менің әйелім болуға келісесің бе деген басында болмаған дейді. Жай ғана бір компания, білмеймін атын ұмытып қалдым, өздерінің рекламасында бір ер адамның әйелге сөйтіп тізерлеп тұрып сыйлық бергенін жасаған, содан қалыптасқан дейді. Сол сияқты 8 наурызды да әйелдердің мейрамы, қыздардың мейрамы деп, аналардың мейрамы деп өзгерткен капитализм, гүл сатқысы келетіндер, грубо говоря, капитализм деп айтады. Кәсіпкерлер, негізі шынымен де көп өзгерісті кәсіпкерлер алып келетін сияқты, кәсіпкерлер алып келеді. Сен продвигация үшін. Бағанағы сіз айтқан анау нәрсе есіме түсіп кетті. Сырттағы жауға іштегі болып жатқан нәрселерді көрсетпеу дегенге байланысты. Мысалы, қазақта сөз бар, бұрында естіген, бірақ бүгін ойыма салды дебат как раз таки бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деген, яғни іштегі проблеманы сыртқа шығармауға байланысты. И сол ой, сол нарратив әлі күнге дейін қоғамда қалыптасып келе жатыр. Әлі күнге дейін қоғамның санасында андай откликтер береді. Сені күйеуің ұрып жатса, айтпа, ол ішіндегі проблема. Или сен айтсаң, сен жаман әйел боласың, сен сотқа барсаң, сен жаман әйел боласың деген сияқты бүкіл сондай проблемаларды сондай рамкаларға кіргізіп қойып, проблемаларды шығармауға адамның басындағы шекаралар әлі күнге дейін қалып қойған. Ол еще орыстарда да әлі бар сияқты, копаться в чужом грязном белье, яғни тоже нельзя свое грязное белье выносить, не выноси ссоры. Совет үкіметіндегі мемлекеттерде ортақ түсінік сияқты. Бірақ ертең әркім өз іс-әрекетіне жеке жауап береді, ұмытып кетеміз ба? Ақылды минута, ақылды ойыннан. Бүгінгі сүріндік границалар, басымыздағы границалар еніңді керек емес жерлерде бізде, наоборот, басымызда границалар бізді ұстап қалады да, как раз таки біз өзімізді ұстау, басқа біреудің личный границасын білу керек жерімізде біз от души барып, жүгіріп барып біреуді кетеміз. Тақырыпқа дайындалған кезде тағы да бір форумға кіріп кеттім, жұрттың өсегін тыңдап. Сонда копалась в грязном белье. Бір какой-то адамнан форумда сол 8 наурызда обсуждать етіп отқан кездегі жерден оқыдым. Чего вам не хватает? Чего вам не хватает 8 наурызда подарок алып, мәз болып, әдемі киініп, тоже оған демалыс беріп жүр ғой, неге соған бір андай дұрыс емес ол, негізі күресудің мейрамы деп айтып, соны шығарып жатсыңдар, сыйлық алып мәз болып жүре бермейсіңдер ма дейді. Неліктен бұл өте маңызды қоғамда, шынымен де ол әйелдердің құқығы үшін күрескен күні деп түсіндіру. Біріншіден, мне кажется, ол тіпті барлық нәрселерді алып тастаған күннің өзінде де, тіпті біз қазіргі болашақта біз керемет бүкіл теңсіздіктен құтылсақ та, бүкіл қоғамдағы сондай проблемалардан құтылған күннің өзінде де, оны сол кезіндегі сол әйелдердің еңбегі екенін есімізде сақтаудың өзі өте маңызды сияқты. Өйткені ол дань уважение, просто тіпті бүкіл проблемалар болмаса да, осы күнге біз солардың арқасында жеткенімізді түсіну. Мысалы, 9 мамырды біз қазірдің өзінде ұмытылып жатыр, ветерандар өте аз қалды, оған азырақ көңіл бөлінеді. Бірақ та сол күн осы бағанағы өткен адамдардың арқасында келген чисті үстіміздегі ашық аспан екендігін білу, просто сол кімнің арқасында осы күнге жеткенімізді білу өте маңызды сияқты. Адамды, жалпы қоғамды бұзатын нәрселер көп қой. Оңай барып алқаш болып кетуге болады, арақшы. Оңай барып наркоман болып кетуге болады. Оңай бара саласында үйіңді сата салып, ойын ойнап, ақшаңды құртып, бала-шағаңды далада қалдыруға болады. Ал қоғамды сақтап қалу үшін, адам жалпы даму үшін еңбектену керек, көп усилияны қажет етеді. Тура сол сияқты ғой, біз егер өзіміздің құқығымызды хотя бы қазіргі барын сақтап қалғымыз келсе, біз кішкене жұмыс істеу керекпіз. Біз ол құқығымызды одан сайын кеңейткіміз келсе, біз усердно жұмыс істеу керекпіз деген сияқты. Егер біз еш нәрсе істемесек, сайлауға қатыспасақ, парламентке ұмтылмасақ, білім алуға тырыспасақ, ұмтылмасақ, жұмыс істемесек, жарайды, күйеуім әкеліп жатыр ғой, мен үйде жата берейінші деп жата берсек, немесе баламызға дұрыс тәрбие беру үшін кітап оқып талпынбасақ, біз бұдан да айырылып қаламыз. Құр ғана сыйлық алып оған мәз болмай, айналамызда жүрген хотя бы 2-3
қыздарға және 2-3 ер адамдарға осы күннің маңыздылығын түсіндіре алсақ, олар ары қарай сарафанный радио ғой, ары қарай жеткізе алсақ, ол жетістік. Сабыр сақта, чил бауыр, 112 не деп жатыр барма шауын. Қоғамда қалай 8 наурызды тойлау керек? Отбасы институтын нығайту керек. Мектепте мысалы мен білетін үлгілер көп, мен еститін жағдайлар көп. Мектепте мұғалім қанша тырысып ана баланың тұлға болып қалыптасуына барын салып жатады, бірақ үйінде ата-анасы оның должным образом признавать етпейді. Оның құқығын құрметтемейді, оның іс-әрекетін шектейді деген сияқты. Біз мұғалімдерді бір нәрсеге кінәлап жатамыз, сөйтсек оның үйінде де проблема бар деген сияқты. Әрине. Білім жүйесінен бөлек отбасы институтына ерекше көңіл бөлу керек. Бүкіл идеологияны қалыптастыратын, келешек қоғамды қалыптастыратын, балалардың мына жерінде болып жатқан бүкіл іс-әрекетті тұлғаны қалыптастыратын ол отбасы ғой. Отбасында зорлық-зомбылық көрген бала ертең психикалық тұрғыдан кішкене проблемалар болады, иә. Сол сияқты 8 наурыз ол әйелдердің құқығын қорғау, әйелдердің құқығын насихаттау күні екенін үйлерінде де көрсете білу керек, ол тақырыпты қозғай білу керек. Мен жалпы қазіргі 8 наурыздың интерпретациясы, яғни құттықтау, внимание көрсету, подарок сыйлау, жағдай жасау, сол күні барып еркегі әйелінің орнына тамақ істеуі деген сияқты нәрселерді мен в принципе жаман емес деп ойлаймын. Оның барлығы жақсы, қуаныш сыйлаған жақсы. Просто қазіргі таңда бар сексистік детальдер кішкене емес, жалпы болмайтын болса, соларды алып тастайтын болса, керемет болатын еді. Және де ол тек қана жылына 365 күннің бір күнінде ғана болмаса екен, иә. Еркектері кез келген тек қана 8 наурызда емес, кез келген басқа күні, әйелі шаршап келген күнінде, немесе әйелі баласын бағып шаршаған күнде, әйелі үшін әйелінің орнына тамақ жасай алатын болса, немесе соның орнына ыдыс жуа алатын болса, 8 марттан басқа күндері де ол керемет болар еді. То есть жылына бір күнде ғана болмаса екен ондай жағдайлар. Біріншіден, екіншіден сексистік детальдер болмаса, яғни аналар мерекесі немесе әрқашан біздің көркіміз болып, біздің көз қуанышымыз болып, бұл не нәрсе көз қуанышы? Көз қуанышымыз болып жүре бер деген сияқты нәрселер, иә. Біздің жұмыста немесе коллегалар құттықтауында вы наши біздің көркіміз сендер, как будто мы там только для красоты работаем деген сияқты. Сондай нәрселер болмаса, в принципе, кез келген мейрамда бір-біріне сыйлық сыйлап, бір-біріне көңілін көрсетіп, қуаныш сыйлауы өте жақсы деп есептеймін. 8 март болғаны емес, өздерінің құқықтарын 365 күні қорғау керек, иә. Ол даже ер адамды бүйтіп итеріп тастап, одан қорғану емес, жалпы өзінің берілген құқықтарын жүзеге асыру керек. Және де по отношению к себе өзіне қатысты не нәрсе жасалуға болады, то есть что допустимо, что недопустимо, ты же білсе. Оған байланысты шынымен де кішкентай кезден егер қызға гүл беріп жатқан кезде 8 наурызға әйел бақытын тілеймін, будь нежный, красивый, будь всегда такой милый, біздің көз қуанышымыз демей, шынымен де сен бар болған, білмеймін қалай құттықтау болады, мысалы бар болған рахметті мүшесі болып қалыптасуын тілеймін деген сияқты. Сол үшін барлық жағдайды жасаймын. Ата-ананың баласы үшін істей алатын сол. Негізі дисклеймер, көз қуанышы деген өте керемет қазақтың жағымды және әдемі сөзі, негізінде көз қуанышы деген, және де сыртқы түр келбетке әдемі болып, сәнденіп, боянып жүр дегенді білдірмейді негізінде. Просто қазіргі таңда көп адамдар сол мағынада қолданады да. Просто көз қуанышымыз болып, біздің әдемі болып, солай сәнденіп, күнде көйлек киіп жүр деген сияқты мағынада айтады. Негізінде бірақ ол мағына емес қой. Просто көз алдымызда сен бар болғаның үшін бізді қуантып жүр деген, ол көз қуанышымыз бол деген мағына береді. Сол мағына. Тойлауға байланысты, қазір Қазақстанда да, мен білем, биыл 1 жылма одан бұрын болды ма, Алматы, Астана қалаларында екен білем, женский марш, әйелдер маршы ұйымдастырылып жатыр. Сол марш туралы ойларыңыз қандай, және сіздер ол маршқа қатысасыздар ма? Ойым, сол маршқа қатысып жатқан адамдарды құрметтеймін, қоғамды өзгертуге тырысып жатқан адамдарды, то есть тек қана жағымды ойдамын, бірақ өзім мен тым жалқаумын, кешірімдерімен оған қатыспаймын. Және де оған, просто мен оған қатысу арқылы мен қандай
понятно, просто распространениеға көмектесе аламын да мен. Бірақ шын мәнісінде қандай көмек бере аламын, мен қандай еңбегім тие алады, мен ол жерге барып не істей аламын деген сияқты нәрселер мен басымда кішкене андай басымда точный байланыспай ма? Байланыс әзірше жоқ. Мүмкін мен кейін тағы да жақсырақ түсіне бастасам, мүмкін болашақта, бірақ қазіргі таңда мен басымда бәрі абстракт тілі болғандықтан кішкене менде андай барып қатысам деген не жоқ, стремление жоқ. Вообще мен өзім 8 март болатын Астанада марафонға жазып қойғам жүгіруге. Бірақ енді ол ауа райына қарай деп па, ауа суық қой, өкпемді жалко деп па. А карантин? Права-то правами. Здоровье, здоровье. Главное деп па. Ол таңертеңгі 7-тен бастап па, кешкі 12-ге дейін. То есть күні бойы в течение дня Strava скачать етіп, жүгіріп өтсең бол 8 километрді. Stravаны жібересің, и ұйымдастырушылар 2 күннің ішінде медаль жібереді. Давайте концерт деп. Давайте. Я призываю выходить на улицу. Сөйтіп әйгерім күн суық деп өзі үйде. Жалпы, мен обычно 4 километрді өшіп қаламын, дальше аяғым. Айдана жай маршқа шығуға жалқау болып отырған адам жүгіруге вряд ли. неге маршқа шығады? Бұрын мысалы, неге Америкада көтерілістер көп болды? Себебі ол кезде тыңдайтын мемлекет болмаған. Проблемаға вникать ететін, оған көңіл бөлетін мемлекет болған жоқ, сондықтан әйел адамдар шықты, иә. Қазір біздікілер неге хотя бы 8 март күні маршқа шығады? Потому что біздің әйел адамдардың зорлық-зомбылыққа қатысты проблемаларын шешуге прям ынталанып жатқан, әйелдердің құқығын давайте кеңейтейік деп жатқан адамдарды көріп жатқан жоқ себебі. Сондықтан өздерін тыңдатудың, өздерін бар екенін, әйелдерге қатысты қоғамда орын алып жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси өзге де бөлетін проблемалардың бар екенін көрсетудің бірден бір тәсілі ғана ғой ол. Тыңдатсақ, өзімізге внимание аударсақ, ары қарай әйтеуір шешеміз деген қадамның бірі деп есептеймін мен. Егер мен Алматыда болсам, мен шығатын едім. Астанада да бар. Ал Нұр-Сұлтанда Күн суық. Астана деп айтайықшы десек. Бірақ күн жылынса 8 күні жүретін шығар. Кстати, кроссовки алып жүретін. Мен 8-ші Кроссовки сататын магазиндер жазыңыздар. Спонсорым. Өзінің іс-әрекетінің нақты нәтижесін көріп үйренген адамға ондай маршты түсіну қиын болады. Құр шығып айғай шу шығару ол жоқ, мен сондаймын ғой. Нәтиже алып келмейді, иә. Мысалы, біз маршқа шықпай қойық, марафонға қатыспай қойық. Бірақ бізге дейінгі жұмыс істеген қазақ әйелдері сияқты өзіміздің қызметіміз арқылы, өзіміздің жұмысымыз арқылы, өзіміздің 41-ші үй деген жобамыз арқылы әйелдердің құқықтарын қорғай және оның кеңеюі үшін жұмыс жасай аламыз. Яғни прямым текстом айтпасақ та үлгі ретінде. Біздің үйлеріміз бар. Бізден үлгі алатын ұйымымызда жұмыс істейтін адамдар бар деген сияқты. Күйеулеріне, інілеріне түсіндірсе де. Шынымен де әркім феминист кім, және де феминизм деген сөзді алып тастасақ та адамдардың құқықтары үшін не істей аламын, не істеп жатырмын дегенді өзі шеше алатын сияқты. Онда менде соңғы осы бүгінгі бағдарламадағы соңғы сұрақ та емес, ол 8 наурызда жалпы қандай тілек айтасыңдар қыздарға, жігіттерге, қоғамға 8 наурызбен құттықтаған кездегі? Бақытын тілеймін десек. Прикинь, осы уақытқа дейін сөйлеген бір сағаттың бәрін алып тастап, әйел бақытын тілеймін. Сіздердің 8 наурызға арналған тілектеріңіз? Бірінші кезекте бізді ата-анамыз өмірге алып келгенде бізге қатысты өздерінің қиялдары, ойлары болды. Осы менің қызым менен жақсы өмір сүрсе екен, менен жақсы білім алса екен, менен жақсы жұмыста істесе екен, менен жақсы киім кисе екен деген. Ал көбісі үлкейген кезде оны ұмытып кетеді, біреуге күйеуге шығады, үйінде отырып қалады деген сияқты. Сол нәрсені есте сақтауды тілеймін, ұмытпауды тілеймін. Ата-анаң сенің қоғамның толыққанды мүшесі болуың үшін тоқтамай, ұйықтамай, ерінбей жұмыс істеді. Сол нәрсені ақтау біздің міндетіміз. Сондықтан өзімізді одан әрі дамытуды, өзіміздің кім екенімізді естен шығармауды және өзіңнің балаң болмаса да өзгелерге үлгі боласың, өзгелерді тәрбиелейсің. Сондықтан олар да кейін өзінің құқығын қорғай алатын, бүгінгі дейін жасалған істі жоққа шығармайтындай етіп, тұлға болып қалыптасатындай
үлгі болуға тырысуымыз керек деп ойлаймын. Ең басты нәрсе тілейтін ол әрқашанда өзіңізге қатысты құқықтарыңызды және басқаларға қатысты құқықтарын білулеріңізді тілеймін, және де дәл сол сияқты басқалардың сізге қатысты қандай құқығы бар екендігі және қандай құқығы жоқ екендігін білулеріңізді тілеймін. Және де сол құқықты білген сәтте сіздер сол құқық бұзушылықты көрген кезде ешқашан оған көз жұмбауларыңызды, ешқашан дұрыс емес әділетсіздіктерге шыдамауларыңызды, және де в лучшем случае ондай әділетсіздіктерге өмірде душар болмауларыңызды тілеймін. Өмірде барлығы керемет болсын. Сіздердің барлық мақсаттарыңыз бен армандарыңызға жетуге ешқандай теңсіздік, құқық бұзушылық, әділетсіздік, зорлық, зомбылық және де тағы басқа қоғамдық көп мәселелер сияқты кедергілер болмауын тілеймін. Барлықтарыңызды 8 наурызбен құттықтаймыз. Сіз әйел қауымына айтарым, сіздің күніңіз тек 8 наурыз емес, сіздің күніңіз барлық 365 күн. Не істеп жатсың? Мужчины мешают. Азаматтың тек күннің барлық 365 күн тек қана әйелдердің емес. Сол 365 күннің барлығында өзіңіздің құқықтарыңыз бар екен, және сіздің өміріңіз сіздің қолыңызда екенін ұмытпауыңызды тілеймін. Ең бастысы, өзіңіздің ойыңызда бақыт не деп ойласаңыз, ол күнде боянып, көйлек киіп, шашыңызды бюралап жүру деп ойласаңыз солай, балалы болып, күйеуге шығу деп ойласаңыз солай, немесе карьера жасау деп ойласаңыз солай, әр күні әртүрлі боламын деп ойласаңыз да, ол сіздің түсінігіңіздегі бақытқа сыятын болса, бақытты болуларыңызды тілеймін. Және де сіз айдан айтып жатыр, зорлық зомбылыққа шыдамауларыңызды тілеймін деп, сіз тек жақсылыққа және де өзіңіздің ойыңыздағы өмірге лайықты екеніңізді есіңізде сақтауыңызды тілеймін. Сіз тек жақсылыққа дейді, жақсылыққа шыдау керексіз деп айтып. Жақсылыққа шыдау керексіз. Рахмет үлкен. Бітті. Сабыр сақта, чил бауыр 112 не деп жатыр барма шауын. Көзді ашып жұмдым, келіп қалды сәуір. Жағдай жаман емес, жағдай тәп-тәуір.